Енді пока барлығы қосылып жатқанша мен бір жағдайды айтып берейін. Осы неліктен біз осы курсты ашық сабаққа қажет 25 тиімді әдіс деп атағанымызды. Негізінде бұл курсымыз біздің көбінесе офлайн жүретін еді, және көбінесе жас мамандарға жүретін еді. Бірақ та кейіннен келе енді қазіргі еліміздегі жағдайларға байланысты біз оны осындай онлайн режимге де өткізуге тырысып көріп жатырмыз. Онлайн режимде бұл курсымыз бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Енді мен сіздерге бір әңгіме айтып берейін. Ерекше ашық сабақ деп атадым. Бұл жағдай шамамен осыдан 10 жылдан 15 жылдай бұрын болған. 2005-2004 жылдары мен әлі мектеп оқып жүрген кезімде. Мен өзім негізінде көп мектеп ауыстырған. Солардың бірі жалпы орта мектеп болған. Жалпы орта білім беретін мектеп. Сол мектепте бізде шатаспасам қазақ тілі немесе ана тілі деп аталатын осындай сабақтан ашық сабақ болатын болды. Және сол сабақтан беретін мұғаліміміз бізге ашық сабақ болатынын шамамен бір 2 апта бұрын ескерткен болатын. И сол сабақты ашық сабақ болатынын ескертіп, ол жерге өте үлкен комиссиялар келетінін айтты. Және біздің дайындығымыз 2 апта бұрын басталды. Сөйтіп 2 аптадай біз өте көп дайындалдық, өте яғни барлық тапсырмаларды әркімге бөліп беріп, одан кейін олар күнделікті соны отработка жасап, қайталап, реттілікті, кімнен кейін кім сөйлейтін, кім қандай нәрсе айтылатын, жалпы айтқан кезде, сол кезде, сол заманда ол әдеттегі жағдай болатын, яғни ашық сабаққа осындай дайындық ұзақтан басталатын. Енді білмеймін қазіргі таңда ол нәрсе қалай, бәлкім ондай нәрсе әлі де бар шығар, бәлкім ондай нәрсе жоқ та шығар. Дегенмен сол кезде ол почти барлық сабақта сондай болатын. И өте үлкен дайындық болды, өте үлкен дайындық болған сайын, өздеріңіз білесіздер, оқушыға деген нагрузка, яғни қысым күшейе түседі, мұғалімге деген қысым күшейе түседі, барлығына деген қысым күшейе түседі. Өйткені күнде дайындық. Вот сондай жағдай болды. Содан жақындады, 2 күн қалды, 1 күн қалған кезде, осы ашық сабақ болатын күні сол мұғалім келіп бізге толығымен, яғни орысша айтқан кезде кардинально дейді ғой, бүкіл сценарийдің барлығын қалай айтамыз, алып тастады. Бүкіл сценарийдің барлығы болмайтын болды. Келіп бізге осылай таңертең, әлі сабақ басталмаған, таңертең келіп түсіндірді. Яғни ештеңе болмайды, осыған дейінгі дайындықтың бәрін ұмытыңдар, и барлығы басқаша болады. И біз ол кезде әлі баламыз, бізге аса бір қатты әсер ете қойған жоқ. Мейлі, болмасын. Біздің былай айтқан кезде ұтып ұтылатын ештеңеміз болмады. Бірақ қазіргі таңда енді мен осы нәрсені ойлаймын, бұл деген нәрсе ұстаз үшін бір, яғни сол кездегі сабақ беретін ұстаз үшін өте үлкен риск болған сияқты. Өте үлкен риск. Себебі өзіңіз ойлаңыз, 2 апта бойы дайындық, өте үлкен дайындық, бірақ 1 күн қалған кезде барлығы ауысады. Енді қазір ойланамыз, неліктен осы нәрсе солай болды екен? Неліктен сол мұғалім сол кездегі сценарийдің барлығын өзгертіп тастады екен деп. Әрине бірнеше версиямыз бар. Бәлкім сол кездегі, яғни администрацияның талабы болған болар. Бәлкім ұстаз өзі кішкене қорыққан болар, сценарийді жүргізе алмайтын. Немесе тағы да бір версия бар. Бәлкім өзі іштей өзін осы нәрсе үшін кінәлі санап, яғни алдын ала дайындықты дұрыс емес санап, бәрі қалай бар, солай өткізем деген болар. Ары қарай мен уже есімде жоқ, былай қалай өткені, меніңше бәрі жақсы болған сияқты. Бірақ осындай жағдай орын алды. Яғни сценарий 2 апта болып дайындалды, 1 күн қалған кезде бүкілін барлығы қайтадан өзгеріп кетті. Яғни оған дейін қалай өтіп жүрдік сабақты, и тура солай өтіп кеттік. И бұл историяны не үшін айтып отырмын сіздерге? Себебі ашық сабақ деген нәрсенің осы жерде бір термині шығады, осы терминнің анықтамасы шығатын сияқты да. Өйткені ашық сабақ, құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, ол ұстаздың күнде істеп жүрген жұмыстарын, күнде істеп жүрген методикаларын, күнде істеп жүрген амалдарын басқа адамдармен бөлісу, басқа адамдарға көрсету. Ол адамдар бәлкім комиссия болар, ол адамдар бәлкім әріптесі болар, ол адам бәлкім сырттан келген бір ата-ана болар, немесе тағы басқа. Осыларға өзінің бір шеберлігін көрсету деген ұғым болып табылады. Оны біз бәріміз жақсы білеміз.
Ал енді дайындық мәселесіне келетін болсақ, менің жеке өзімнің көзқарасым, алдын ала сценариймен ашық сабақты өту, менің көзқарасым бойынша ол дұрыс нәрсе емес. Себебі ол жерде жасандылық пайда болады. Өйткені көріп жүрміз, сол кезде де көрдік, қазірде иногда көріп жатамыз, ұстаздар осындай ашық сабаққа өте үлкен дайындық жасайды, және де барлығы жасанды болады. Яғни ол жасанды болып жатқан нәрсені ұстазының өзі де жақсы біледі, сабақта отырған оқушылар да жақсы біледі, және комиссиялар да жақсы біледі, что күнделікті сабақ олай өтілмей жатқанын, өтілмейтіндігін. Бірақ та барлығы біле отыра, білмеймін, кімді алдап отқанын кішкене түсіну қиын болып қалады, осындай нәрселер. Енді барлығы емес, әрине сондай да ұстаздар бар, кез келген уақытта сабағына кірсең, өзінің әдеттегідей әдістемесі арқылы өте беретін. Біз де қалаймыз, чтобы әрбір ұстазым осындай бір методикаларының арсеналы болу керек, және де ол ешкімді алдамау керек, ешқандай жасандылық, еш нәрсе болмау керек. Сол себептен біз осы курстың атын ашық сабаққа қажет 25 тиімді әдіс деп қойған болатынбыз. Әрине бұл курстың әлі де жалғасы, әлі де келесі бөлімдерін жасаймыз деген ойымыз бар. Ал енді тағы бір айта кететін нәрсе, сол біздің оқып жүрген уақытымызда сабақтың екі исходы болатын. Яғни екі көбінесе сценарий болатын. Ашық сабақ кезінде емес, жалпы сабақта. Біріншісі ол сабақ сұрау, яғни мұғалім келеді, кейбір формальный нәрселер бар жасайтын, мысалы тексеру, немесе сыныпты тынышталдыру деген сияқты. Содан кейінгі нәрсе қалған шамамен 30-35 минутты толығымен сабақ сұрауға жұмсайтын. Яғни сол кезде баретін түсінік айтып беру. Қандай сабақ болмасын, ол химия сабағы болсын, немесе физика сабағы болсын, тарих сабағы, тіл сабағы, қандай сабақ маңызды емес, барлығында түсінік айтып беру деген осындай бір ұғым бар еді. Немесе екінші исход бар, ол мұғалім өзі сабақ түсіндіріп береді. Яғни мұғалім келеді, кейбір формальностьтар өтеді, сол формальностьтар өткеннен кейін мұғалім толығымен 30-35 минут бойы лекция ретінде сабақ түсіндіріп беретін. Негізінде ешкімге қазір реніш айтатын ойымыз жоқ, бірақ дегенмен де бұл екі әдістің өзінде тиімділігі жағынан қарайтын болсақ, өте нашар тиімділігі. Себебі лекция өздеріңіз білесіздер, айтылып жатқан кезде 5-10 минуттан ары қарай оқушының, яғни қабылдауына өте кері әсерін тигізеді. Яғни оқушы, тем более егер төмен сыныптар болса, олар ондай ұзақ уақыт бойы тыңдай алмайды. Міндетті түрде қандай да бір методикалар, қызықтыратын қандай да бір әдістер, ойындар, немесе сондай бір амалдар керек болады. Ал енді біздің оқып жүрген уақытымызда ондай амалдар шыны керек 85-90%-ға мұғалімдер ондай амалды қолданған жоқ болады. Енді сіз айтуыңыз мүмкін, әрине ол сіз оқыған мектепте ғана сондай болған шығар деп. Негізінде мен бағана айтқандай 2-3 мектеп ауыстырған өзімнің немде, историямда. Және оның біреуі жалпы орта мектеп болса, біреуі кәдімгі дарынды балаларға арналған лицей, ал біреуі спорт мектебіне байланысты осындай дарынды балаларға арналған тоже лицей болатын. Бірақ мысалы дарынды балаларға арналған лицейдің өзінде тура осы екі исход 85-90%-ға орындалатын, бірақ та сәл сапалы. Мысалы сабақ сұраса сәл қаталырақ сұрайды, ал сабақ түсіндірсе сәл сапалырақ түсіндіреді. Бірақ көбінесе осындай бір әртүрлі амалдарды біз көрмейтін болатынбыз. Енді қазір кезде ақырындап кішкене сабақтың бөлімдері пайда болды. Бағанағы мен айтқан екі исход жайлап артта қала бастады, және осындай бір модель ең көп қолданылатын осындай бір модельге келді көп ұстаздар. Ең бірінші сергіту сәті деген нәрседен бастайды. Сол нәрседен басталу керек деп айтылып жатыр. Одан кейін бәлкім оқушымен жеке жұмыс, немесе бірден топтық жұмыстан жасалуы мүмкін, немесе бірінші топтық жұмыс, одан кейін жеке жұмыс, немесе бірінші жеке жұмыс, одан кейін топтық жұмыс деген сияқты. Одан кейін төртінші оқытуға кетеді, ары қарай уақыт қалса бағалауға, және де ең соңында рефлексия. Рахмет. Осындай бір модель пайда болды, осындай заманауи. Мен қазір таңғалмаймын, егер көптеген ұстаздар осы модель бойынша сабақ өтетін болса. Бірақ та мойындау керек, егер де шетелдік тәжірибелерге қарайтын болса, батыстық тәжірибелерге қарайтын болса, бұл модельдің өзі қазір таңда
естірген болып табылады. Но біз қазір осы нәрсеге де осы модельдерге байланысты жұмыс жасаймыз. Құрметті әріптестер, дыбысты өшірсеңіздер, өйткені сіздерде кедергі болып жатыр. Рахмет. Ал енді сол бүгінгі біздің бірінші вебинарымызда осы сергіту сәтін қалай жасау керек, осыған байланысты бірнеше әдістерді көрсетеміз. Әрине бұл әдістер тек қана бірнеше түрі ғана, әрине түрлері өте көп. Алдағы уақытта әрине бізбен болсаңыз, осы басқа да түрлерімен сіздермен бөлісеміз деген ойымызда бар. Сонымен, құрметті әріптестер, сергіту сәті дегеніміз не? Бұл нәрсе қазіргі таңда педагогикада өте кеңінен тараған термин. Бұл терминді әрбір ұстаз түсіндіріп бере алады деген ойдамын. Бірақ та дегенмен сіздердің де бір ойларыңызды біле кетсем, егер де сізге қиын болмаса, сіз өз ойыңызды чатқа жазып кетсеңіз болады. Сосын біз ол нәрсемен басқаларға оқып тоже бөлісетін боламыз. Ал пока біз өзіміздің ойымызды білдіре кетейік. Сонымен сергіту сәті болу үшін, құрметті әріптестер, әрине сергіту сәті ол сабаққа тікелей қатысы жоқ амал деген термин қойсақ. Әрине, егер де келіспейтін болсаңыз, сіздер өз ойларыңызды чатқа жазып білдіріп отырсаңыздар болады. Сонымен сергіту сәті тікелей сабаққа қатысы жоқ бөлім. Неге олай деп айтып жатырмыз? Себебі сергіту сәтінде жасалынған амалдар тікелей сабақты түсіндірмейді. Және де сабаққа қатысты кейбір элементтерді көрсетпейді. Бірақ та сабаққа өте пайдасы бар. Нақтырақ айтқанда сабақтың көп жағдайда басталуына жақсы мүмкіндік орнататын осындай бір сабақтың бөлімі болып табылады. Немесе бұл сергіту сәтін біз айта алмаймыз, тек қана сабақтың басында ғана болады деп, бұл сабақтың кез келген бөлімінде жалғасуы мүмкін, ортасында да, немесе тіпті кейбір сабақтарда ол соңына қарай жасалынуы да мүмкін. Ондай жағдайларға бәлкім алдағы вебинарда біз тоқталатын боламыз. Сонымен қатар ұзақтығы шектеулі, яғни айтқан кезде біз сергіту сәтін толығымен, 40 минуттың барлығын сергіту сәтіне беріп жібере алмаймыз. Себебі ол кезде сабақтың маңыздылығы жоғалады. Себебі жеке бөлім ретінде бұл сергіту сәтінің мағынасы болмай қалады. Яғни сергіту сәтін бағана айтқандай толығымен сабақтың барлық бөліміне арнап жіберудің мағынасы болмай қалады. Сонымен қатар жиынтық бағаға әсер жоқ, яғни бұл бөлім бағалануы мүмкін, баланы қандай да бір ынталандыруы, немесе балаға мотивация болуы, немесе қалыптастырушы бағалау ретінде қолданылуы мүмкін, бірақ дегенмен де оның жиынтық бағаға әсері болмау керек. Жиынтық баға дегеніміз ол өздеріңіз білесіздер, суммативті, яғни суммативный оценивание деп айтамыз орысша, немесе 90-дық бағалау, немесе бөлім бойынша бағалау деген нәрселерге оның әсері болмайды. Немесе белгілі бір жаттығулардан тұрады. Қазір біз жаттығу деген терминнің астында не нәрсені ескеріп тұрғанымызды да көрсететін боламыз. Осындай нәрселер. Енді әрине бұдан басқа тағы да сіздерде ойлар болып жатса, онда чатқа жазып бөлісіп отырсаңыздар болады. Мысалы, мұнда ұстаздар жазып жатыр, оқушылардың көңіл күйін көтеру үшін. Жақсы, неге болмасқа, оқушылардың көңілін көтеруде осы сергіту сәтінің бір бөлімі деп айтуға болады. Немесе оқушылардың сабақ алдындағы ойларын шоғылдандыру. Өте керемет, өте керемет ой. Енді біз қазір бүгін осы сергіту сәтінде қандай жаттығулар жасауға болады, осы нәрсені сізбен бөлісіп кететін боламыз. Енді жаттығу дегеніміз, құрметті әріптестер, ол ағылшынша, яғни ағылшын тіліне алған кезде activity деп аталады. Бағана айтқанымдай, біздің оқыған кездерімізде көбінесе activity деген нәрселер біз шыны керек естімей өстік, не екенін білмей өстік. Бірақ та шетелдік озық тәжірибелерді қарайтын болсақ, бүкіл сабақтың өзін осындай активитерден құралады. Яғни сіз сабақты өту үшін бірінші тақырыпқа емес, жалпы не өтейін деп жатса соған емес, сол нәрселерді белгілі бір активитилардың көмегімен, жаттығулардың көмегімен қалай оқушыға жеткіземін. Осы нәрсені ойлағысаңыз, онда сіздің сабағыңыз барынша қалай айтқанымыз, қызығырақ және тиімдірек, өнімдірек болуы мүмкін деген
осындай гипотезамыз бар. Әрине келіспейтін болсаңыз, онда сіз чатқа жазсаңыз болады, біз осы нәрсені талқылай аламыз. Ал енді жаттығу болғаннан кейін, құрметті әріптестер, бұл нәрседе кем дегенде мына бір екі нәрсе болу керек. Біріншісі, ол мақсат, яғни әрбір жаттығуды мен не үшін жасап жатырмын? Яғни мына жаттығудың мақсаты қандай? Осы нәрсені. Ал екінші нәрсе ол ерекшелік. Яғни бұл жаттығудың қандай ерекшелігі бар? Ол қандай артықшылығы бар? Қандай айырмашылығы бар басқа жаттығулардан? Өйткені, құрметті әріптестер, бір жаттығуды да күнде жасай беру, ол оқушылар үшін өте сондай бір кері әсерін тигізіп кетуі мүмкін. Себебі адам болғаннан кейін, ол әлеуметтік, яғни орысша существо болғаннан кейін, социальный существо, ол көп нәрсе жағдайда жалығып қалады. Енді осы нәрседе мақсатты қалай құру керек және ерекшелікті қалай анықтау керек? Осы нәрсе бойынша қазір сөйлессек. Бірден осы мақсатты қалай құруды айтпас бұрын мен сіздерге мына нәрсені айтып кеткім келіп отыр. Мен осы бір кісімен кездесуімде, Рози Танер деген кісі, бұл кісі өзі клил тренер, немесе былай айтқан кезде фрилансер болып жұмыс жасайды. Өте танымал кісі Ұлыбританияда. Оның тәжірибесіне келетін болсақ, өте мол тәжірибесі бар. Мол дегенді сіздер барлық жағынан түсінсеңіздер болады, жас жағынан да, немесе көпті көргендік жағынан да. Себебі бұл кісі қысқаша айтқан кезде әлемнің өте көптеген мемлекеттерінде жұмыс жасаған, өте көптеген материктерде жұмыс жасаған, Америка құрама штаттарында, Европада, Азияда және Африканың кейбір мемлекеттерінде өзінің тәжірибелерінен өткен. Сонымен қатар қазіргі таңда бұл кісі фрилансер, яғни олардың тілімен айтқанда education consultant деп аталады. Және де оның баспалары, яғни кітаптары немесе методикалық нұсқаулықтары әлемнің 90 мемлекетінде таратылған. Және де мысалы бір еңбегінің өзі максимум деп айтқан кезде 16 000 тиражбен басып шығарылған екен. Бұл ең көп басып шығарылған тираж екен. Сол сияқты, яғни қысқаша айтқан кезде осындай кісі, осы кісінің курсына өткен болатынбыз. Және де мұнда сайты да бар, rosytanner.com, кіріп өздеріңіз кіріп бақыласаңыздар болады. Қазіргі таңда шатаспасам, бұл кісі Амстердамда тұрады және сол жақта өзінің еңбегін жалғастыруда. Жалпы осы кісіден бұл бірінші. Екіншісі Анатолий Гин деген кісі бар. Бәлкім бұл кісіні тануларыңызда мүмкін, себебі бұл өзіміздің СНГ, яғни ТМД елдерінде қызмет жасайды. Нақтырақ айтқанда ТРИЗ деген, яғни расшифровкасы теория решения изобретательских задач. Осы теорияның педагогикасының негізін қалаушы, әлемнің 20-дан аса мемлекетінде семинар, тренинг жүргізуші, яғни коучер. 300-ден аса авторлық семинар жасаған, 30-ға жуық кітабының авторы бар, 50-ге жуық кітаптың редакторы деген сияқты. Мына сайт бар, астында creatime.me, яғни өзінің авторлық бағдарламасы, кіріп көрсеңіздер болады, немесе бұл кісі жайлы Википедияны тоже оқысаңыздар болады. Астында мен сілтеме қалдырдым. Өте осы білім саласында тәжірибесі бар, өте білікті маман деп айтсақ болады. Бұл кісі негізі украинец, бірақ қазіргі таңда Мәскеу қаласында тұрады, сол жерде өзінің еңбегін жасап жүр. Немесе тағы бір айта кетейін, Сито деген компания бар. Мұна суретте көріп отырған кісі, ол Сито компаниясының білікті маман деп айтсақ болады. Жалпы Сито компаниясы, ол қазіргі таңда білетін шығарсыздар, PISA, PIAAC деген халықаралық тесттер бар. Бұл тесттер әлемдік мемлекеттердің, яғни білім деңгейін анықтауға арналған тесттер. Көбінесе осы 15 жастағы балалар, 15 жасқа дейінгі балалардың білімдерін, яғни интерпретация жасайды, соларды рейтингін шығарады. Және де қазіргі таңда 80-ге жуық мемлекет осы PISA деген тесттен өтіп, сол тұрақты өтіп отырады, то есть тұрақты рейтингке шығып отырады. Ал енді Қазақстанға келетін болсақ, Қазақстан соңғы бірнеше жылдарда осы PISA емтиханын тапсырып келе жатыр, бірақ та результаттарымыз, нәтижелеріміз әлі ондай бір қатты керемет емес. Себебі соңғысын айтатын болсақ, біз соңынан санаған кезде, по-моему, 9-шы орынға тұрақтаған болатынбыз. Жалпы осы Сито компаниясы, осы PISA, PIAAC деген тесттерді ұйымдастырушы, өте үлкен сондай бір компания. Осы сияқты, осы тектес, жалпы мен қазір бұл тізімді шексіз айтып отыра беруге болатын еді, бірақ бізде уақыт шектеулі. Сондықтан бас аяғы осы EduCluster Finland, Rosie Tanner, Creatime,
Carnegie Mellon Robotics Academy, IB Professional Development, British Study Center деген сияқты ұйымдардан курстан өткен болатынмын. Жалпы осы курстарға сүйене келе, мен айтып жатқан себебім бұны. Мен сіздерге беріп жатқан нәрсе ол тек қана өзімнің ойымнан немесе көзқарасымнан пайда болған нәрселер емес, бәлкім осы курстардан өтіп, одан кейін сол жерден алған кейбір ақпараттарды интерпретация жасап, соны сіздерге ой бөлісу ретінде қазір беріп отқан жағдайымыз бар. Енді сонымен жаңа жаттығуға келейік. Жаттығудың біз айттық мақсаты болу керек және ерекшелігі болу керек. Енді осы мақсатқа келетін болсақ, мақсат дегеніміз жалпы бұл жаттығу қандай дағдыны арттырады деген сұраққа жауап берген дұрыс. Өйткені қазіргі таңда білесіздер, дағдыны арттыру ол білім саласындағы өте бір маңызы бар бөлім деп айтсақ болады, пункт деп айтсақ болады. Сонымен жалпы мен осы кісілерден сұрадым, жаңағы жоғарыда айтылған, мақсат қандай болу керек? Осы сергіту сәті болсын, немесе оқыту бөлім болсын, немесе рефлексия болсын, жалпы қандай мақсаттардан құралу керек? Сол кездегі алған жауаптардың нәтижесінде мен өзіме осындай бірнеше пункттерді бекітіп алдым. Әрине, ол пункттер әр мұғалім үшін әртүрлі болуы мүмкін. Себебі қазір білесіздер, аттестациядан өтудің негізгі ережесі бойынша ұстаздарда ЦПР болу керек. Ал ЦПР дегеніміз не? ЦПР дегеніміз ол цель профессионального развития деп айтады, қазақшасы кәсіби даму мақсаты. Осы кәсіби даму қазіргі таңда мысалы ұстаздардан сұрау үшін қазір Назарбаев зияткерлік мектептері осыған толығымен көшті, осыған толығымен келді. Ал жалпы білім беретін орта мектептер осыған көшіп келе жатыр. И ең бірінші сізден сұрайды, аттестациядан бармау үшін сіздің кәсіби даму мақсатыңыз не деген сияқты. Сол сияқты жаңағы мақсат қойған кезде пункттер бұл кәсіби даму мақсаты емес, бірақ сол сияқты әр ұстаздың өзіне маңызды деп санаған пункттері деп түсінсеңіздер болады. Сонымен, мен үшін мына мақсаттар өте маңызды болды. Біріншісі ол ойлау, яғни кез келген сабақтың бөлімі үшін, яғни ол сергіту сәті болсын, немесе оқыту болсын, бағалау болсын, ең бірінші баланың ойлау, яғни мышление. Оның ары қарай ойлауды біз ары қарай бөле береміз, негізі сыни тұрғыдан ойлау, креативті ойлау деген сияқты. Мысалы, сыни тұрғыдан ойлау осыдан, яғни біз оқыған периодта мүлдем ол нәрсе дамытылған жоқ. Ол не, мысалы, сыни тұрғыдан ойлау деген? Мысалы, айталық тарих деген пәнді алатын болсақ, егер араларыңызда тарихты пәні мұғалімі болатын болса, біледі, мысалы, әр түрлі кезеңдер бар. Мысалы, айтайық, мысалы, Әбілқайыр хандығы, біздің қазақ үшін Әбілқайыр ханның кезеңі, сол кездің тұсы өте маңызды болған. Себебі сол кездерде қазақ хандығы Ресейдің құрамына қосылу процесі жүріп жатқан. И біз сол пәнді өткен кезде, мысалы, мен өзім кішкентай кезімде осындай сұрақты қатты күтетінмін. Яғни менің ойымды сұрағанын күтетінмін ұстаздардан. Мысалы, былай сұрақ қойсаңыздар, қалай ойлайсыздар оқушылар, осы кезең, яғни неважно, Абылай хан кезеңі болсын, Әбілқайыр хандығы кезеңі болсын, қай бір кезеңде болсын, Керей мен Жәнібек кезеңі болсын, осы кезеңдегі болған процесс сіздің ойыңызша қалай? Ол кез дұрыс болды ма, әлде бұрыс болды ма? Осындай бір сұрақ қойылған кезде балада мышление, яғни ойлау пайда болады. Мейлі бала қате жауап беруі мүмкін, немесе дұрыс жауап беруі мүмкін, бірақ мәселе ода емес, мәселе оның ойланғанда болып тұр. Ал бізде керісінше қандай амал қолданамыз осы жерде? Бізде көбінесе қолданды, ол қай кезде болды, қашан болды, күніне дейін, датасына дейін, және де қалай жүрді, яғни былай айтқан кезде ойлау ең соңғы орында, ең бірінші орында бізде процесстер шығып кетті. Менің ойымша бұл нәрсе дұрыс емес. Тура сол сияқты, мысалы, қазан төңкерісі деген бар, негізінде Қазақстан, яғни несі үшін, сол кездегі автономия үшін өте бір маңызды кезең болды. Сол ақтарға бөліну, қызылдарға бөліну, өзім тарихшы емеспін, бірақ енді шамамен білем, есімде қалған айтып отырмын. Осы кезде, мысалы, сыныпты бөліп, мысалы, кімдер ақтарды қолдайды, кімдер қызылдарды қолдайды, ертең ойланып келіңіздер деген кезде оқушылар олар ұстаздың үйреткенінен көбірек бәлкім үйде оқып келіп, бәлкім олар киімдерін біреулер қызылға киініп келіп, біреулер аққа киініп келіп, білмеймін, арасында үшінші топ қылып, сол кездегі қазақ автономиясын қойып қойып деген сияқты осындай әртүрлі формада, яғни баланың ойлауын дамытатындай бір әрекеттермен өткізуге болушы еді. Тура сол сияқты кез келген пәнде ойлауды дамытуға болады.
Тура сол сияқты екінші нәрсені мен өзіме қойып алдым, ол эмоция. Яғни қазіргі таңда бұны әртүрлі айтады, эмоционалды интеллект немесе просто эмоция. Жалпы баланың көңіл күйі осы нәрсені алуға қалай әсер етеді. Сол кездегі мысалы қазақ хандығының Ресей Федерациясының құрамына кіріп кетуі қаншалықты баланың эмоциясына әсер етті, немесе бала соны қаншалықты қабылдады, қаншалықты осы нәрсені есінде сақтады деген сияқты эмоционалды интеллект арқылы оқыту да бұл өте үлкен, яғни жақсы мақсат болып табылады. Немесе дербестік, орысша самостоятельность деп аударылды. Әрбір баланың өзінің, бағана айтқандай, ойы, өзінің жеке көзқарасы, ойлаудан бөлек, жеке көзқарасы болу керек. Немесе мысалы өзара тәуелділік деп айттық, немесе орысша взаимозависимость деп айтылды. Өзара тәуелділік, немесе иногда оны өзара байланыстылық, солай да аударса болатын шығар. Яғни балалардың ойлары бір-бірімен қаншалықты тәуелді, бір-біріне қаншалықты байланысты. Осы нәрсені де мақсат етіп қойған дұрыс деп санаймыз. Немесе мультисезімталдық деген бар. Қалай ойлайсыздар? Жалпы орысшасы мультисенсорность, ал қалай ойлайсыздар, осы терминді қалай түсіндіңіздер? Мультисезімталдық деген. Чатқа жазсаңыздар болады, немесе комментарий ретінде микрофонға айтсаңыздар болады. Жалпы бұл терминді, құрметті әріптестер, шетелдік педагогикада өте көп қолданылатын термин негізінде, бірақ та біздің білім беру салада кішкене мультисезімталдық деген терминді кездестіре беру өте қиындау. Енді бұл жерде тікелей аударатын болсақ, сезімталдық немесе сенсорность, ағылшынша айтқан кезде sensority деген сөз бар. Яғни касание, орысша айтқан кезде қолдың бір жерге тиюі, немесе бір нәрсені ұстап көруі, немесе бір нәрсені байқамай ұстап қалу, байқап ұстап қалу, жалпы бір нәрсемен байланысу, яғни физикалық тұрда байланысу. Ал енді мультисезімталдықты көбінесе шетелдік педагогикада айтады екен, бұл оймен, яғни мимен қандай да бір нәрсені байқау, немесе байқау деген қандай мағынада, яғни абайлау, осы мағынада да алып келеді екен. Мысалы, енді біздің мемлекетте кішкене қиындау, но Европаға барсаңыздар, бір сыныпта қара нәсілді балада отырады, ақ нәсілді балада отырады, оның ішінде қазағы да отырады, орысы да отырады, басқасы да отырады деген сияқты. Әсіресе Германия мемлекетінде мен өзім болғам, сол жақта тәжірибеде өткем, және де сол жерде бір мектепте болған кезде көрдік, прям бір сыныптың ішінде тіпті қазақ баланы тауып алдық, Астана қаласында тұратын. Өте сондай ыстық болынды, Максим деген жігіт екен. Сол сияқты бір мектептің өзінде өте көп ұлт бар. Енді сәйкесінше сіз бір нәрсені айту барысында жаңағы қара нәсілді баланың былай айтқан кезде қалай айтамыз, көңіліне тиіп кетпеу, немесе бойы ұзын бала болатын болса, сол бойы ұзындығына тиіп кетпеу, бойы қысқасына тиіп кетпеу. Жалпы былай айтқан кезде толерантность, басқа адамның сезімталдығына қара, сезіміне тиіп кетпем деген мағынаға жақын келеді екен мультисезімталдық деген. Осы нәрсені мақсат етіп қояды екен. Және де келесі көңіл көтеру. Әрине, бағана бізде де ұстаздарымыз айта кетті, көңіл көтеру веселе міндетті түрде болған жақсы, себебі көңіл көтеру болмаса да балалар көп жалығып кетуі мүмкін. Және де артикуляция. Бұл ең соңғы артикуляция. Қалай ойлайсыздар? Бұл терминді қалай түсіндіңіздер? Артикуляция деген. Пока онда ойлана тұрыңыздар, бәлкім бұл термин жаңа термин болуы да мүмкін. Көбінесе, мысалы, артикуляция деген сұраған кезде көп ұстаздар әртістікпен байланыстырады, яғни баланың белгілі бір нәрсені өзінің шеберлігімен, актерлік шеберлігімен. Бірақ та өкінішке орай бұл артикуляция деген сөз, бұл актерлік шеберлік дегенге келмейді, яғни ол терминге жақын емес. Бұл керісінше ойды сөзбен дұрыс жеткізу, артикуляция деген сол мағынаны береді. Яғни сіз сөзді қаншалықты нақты айтасыз, сөзіңізді қаншалықты нақты жеткізесіз. Осы нәрсені сипаттайды екен артикуляция дегеніміз. Мұнда чатқа бір назар аударып жіберейік. Ажар ханым айтады, мультисезімталдық дегеніміз ол оқушы әртүрлі өзара қарым-қатынасты түсіну үшін мәдениет, дұрыс айтасыз, мәдениет аралық түсінушілікті пайдалану қажет деп ойлаймын. Өте дұрыс формулировка.
Жақсы, құрметті әріптестер, мына менің яғни жасаған топтамам осы 7 топтама болды. Әрине, бұл тізімді әлі де жалғастыруға болады, немесе кейбіреуін өзіңіз үшін алып тастауға болады. Өзіңіз тағы да қосып, осындай бір өзіңізге мақсаттардың осындай бір топтамасын жасап алсаңыз болады. Енді бұл 7 топтамамен қаншалықты келісесіз, келіспейсіз, тоже чатқа жазып, өз ойыңызды білдіре отырсаңыз болады. Жақсы, біз ары қарай жылжимыз. Енді ерекшелік дегенге тоқталатын болсақ, құрметті әріптестер, ол не нәрселерге байланысты, не нәрселерге сүйене отырып жасалынады. Ерекшелік дегенде енді особенность деген сөз ғой, осы жаттығудың особенности. Бұл нәрсе көбінесе мына нәрселерге сүйене жасалады екен. Ең бірінші, соңғы сабақтағы сыныптың өзара қарым-қатынасы қандай болды? Яғни сіздің, яғни осы сабақтың алдында сынып қалай ұстады бір-бірінен? Бәлкім ол сыныпта бір-бірімен ұрысып қалған болар, немесе бір-бірімен өте тату-тәтті кеткен болар, өте сондай жақсы көңіл күймен, немесе нашар көңіл күймен, немесе ол кезде көп адам сабақта болды ма, сабақта болмады ма деген сияқты. Ең бірінші, жаттығу жасамас бұрын осы бір ерекшелікке назар аудару керек. Одан кейін екінші, ол соңғы сабақтағы сыныптың мұғаліммен қарым-қатынасы қандай болды? Немесе соңғы сабақтарда қандай жаттығулар көп жасалынды? Мысалы, ойындар бар, оқушылар өте қатты жақсы көреді. Мысалы, Kahoot ойыны бар, өткен курста өткеніміз, сіздермен Сократив ойыны бар, Фликерс ойыны бар. Егер де сіз сол жаттығуды 3 рет жасасаңыз, уже оқушыларды ол жалықтырып жіберуі мүмкін. Сондықтан соңғы уақыттарда қандай жаттығулар жасалды, осы нәрсеге де мән берілу керек. Немесе сыныптың жалпы атмосферасы қандай? Мынандай жағдайлар болады, құрметті әріптестер. Мысалы, сіз сабағыңызды керемет қылып дайындайсыз, және де сол сабақты параллельно 2 сыныпқа өтесіз деп айтайық. Бірінші сыныпқа өттіңіз, ол жерде өте керемет жүрді сабақ. Яғни барлық методикаларыңыз дұрыс өз орнымен жүрді, оқушыларға ұнады, оқушылар тиімділігін көрді, өте тиімді болды. Олар өздеріне керемет бір пайдалы ақпараттар алды. Сөйтіп ол сынып шығады да, артынша басқа сынып кіруі мүмкін. Және де тура сол сабақ, тура сол тақырып, тура сол сыныптың іші, тура сол күн, бірақ та өкінішке орай сіздің бірінші сабақта жүрген методикаларыңыз уже екінші сыныпта мүлде жүрмейді. Яғни оқушыларға тиімсіз болады, оқушыларға ұнамайды, олар түсінбейді кейбір нәрселерді, көңіл күйлеріне ұнамайды, тағы бір нәрсе. Жалпы айтқан кезде сыныптың атмосферасына ол нәрсе жүрмей қалды. Өзі әрбір сыныптың өзінде бір атмосферасы болады екен. Және де 5-ші сыныпта қанша оқушы бар? Бұл да өте маңызды бір факторлардың бірі. Себебі сіз 10 адамға дайындап келген әдісіңіз, ол 20 адам болған кезде уже жүрмей қалады. Немесе 20 адамға дайындап келгеніңіз 5 адам болған кезде жүрмей қалады. Осы нәрседен де сыныптың, яғни контингентін ескеру керек. Немесе тағы бір нәрсе бар, сыныптың габариттері деп айттық. Яғни сыныптың өлшемі қандай? Мысалы, кейбір ойында орнынан тұрып, немесе қозғалып жүретін кездер болады. Бірақ өкінішке орай сіздің сыныпыңыз өте кішкентай, сәйкесінше сіз алып келген ойыныңыз жүрмей қалуы мүмкін. Немесе сыныптың, немесе жалпы мектептің МТБ, яғни материалды техникалық базасы қандай? Яғни, мысалы, сіз алып келген ойындарға бәлкім компьютер керек болар, ноутбук керек болар, немесе интерактивті тақта керек болады, немесе тағы басқа нәрселер, немесе партаны алып тастауға, жылжытуға, немесе мүлдем сыныптың өзінің бір пішіні сәл басқаша болуы мүмкін деген сияқты сыныптың, мектептің материал техникалық базасын ескерген жөн. Немесе ары қарай тағы да осы сияқты бірнеше ерекшелікті ескере отырып, сіз мынадай жаттығуларды жасай аласыз. Біріншісі ол жеке жұмыс, индивидуальный работа, немесе топтық жұмыс болуы мүмкін, групповая работа. Сыныптағы қозғалысты ескеру керек, яғни движение по классу, сөйлеу, бәлкім сіз жасайтын жаттығуда сөйлеу көбірек болуы мүмкін, немесе тыңдау көбірек болуы мүмкін, немесе оқылым көбірек болуы мүмкін, жазу көбірек болуы мүмкін, немесе жай ғана бақылау көбірек болуы мүмкін деген сияқты. Бұл тізімді де сіз шексіз жалғастыра берсеңіз болады өзіңіздің пәніңізге қарай. Бұл нәрсені не үшін айтып жатырмын? Себебі бізде бүгін үй тапсырмасы болады. Сол үй тапсырмасында осы терминдер сізге қайтадан керек болады. Енді ары қарай біз әдістерге көшейік. Ең бірінші әдіс, ол құпия затты іздеу деп айттық. Яғни бұл ойынның аты емес, құрметті әріптестер, бұл әдістің аты. Яғни құпия деген ол білесіздер, қандай да бір секретный бір зат, көбінесе осы сергіту сәтінде бірден құпиядан бастау бұл оқушыларға қызығырақ болады екен. Қазір мен сіздерге бір ойын көрсетейін, бір ойынның түрі, мен оны
сабағымда өте көп қолданамын, өте яғни барынша тиімді қолдануға тырысамын. Ойынның жалпы ережесі былай. Мұғалім стикерге 0 мен 99 арасындағы кез келген санды жасырады. Кез келген сан. Мысалы, сізде стикер болады, осындай стикер, и сіз осы стикерге кез келген 0 мен 99 сан арасында жасырасыз. Одан кейін екінші, сіз ол стикерді тіпті алып, жас болғаннан кейін бөлек бір партаның үстіне қойып қойсаңыз болады, чтобы оқушылар көру керек, что сіз сол санды жазғаннан кейін сіз оған қол тигізген жоқсыз. Не соприкасались со стикером. Вот, осындай бір жағдай жасайсыз. Одан кейін сіз оқушылардан сұрайсыз. Оқушылар, сіздердің мақсаттарыңыз осы санды табу. То есть, бірақ ол санды сізден басқа ешкім көрген жоқ. Енді сұрақ туады сәйкесінше оқушыларда, қалай біз сол санды таба аламыз? Вот осы кезде сіз оларға түсіндіресіз. Сіздер сол сан жайлы маған қандай да бір сұрақ қоя аласыздар, ал мен сол сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап бере аламын. Осындай бір ойын. Негізінде біз осы семинарды жасаған кезде біз міндетті түрде осы ойынды прям сыныпта ойнап көреміз. Егер, в принципе, қаласаңыздар, қазір де сол нәрсені жасап көруге болады. Можно чатпен, можно просто микрофонмен. Мысалы, мен қазір осы стикерға, қолымдағы стикерға бір сан жазамын, кез келген сан. Ол сан бағана айтқанындай 0 мен 99 арасында болады. И сіздер маған сұрақ қою керексіздер сол санды табу үшін. Ал ол сұрақтарға мен иә және жоқ деп қана жауап бере аламын. Енді білмеймін, ол нәрсе вебинармен қаншалықты жүзеге асатынын. Біріншіден, бізде мұнда аз адам, екіншіден, білмеймін, енді қазір сет мәселесі бар, басқа бар. Жалпы онда мен былай түсіндіріп кете салайын сіздерге, сөзбен. Жалпы былай болады. Сіз бұл нәрсені, егер үлкен класс болса, сіз 3 топқа бөліп қоя аласыздар да, топ-топ бойынша жарыстыра аласыз. Енді сұрақтар қандай болады? Сұрақтар қоя бастайды. Ең бірінші оқушы қояды. Ағай, бұл сан 50-ден үлкен ба? То есть, мысалы, осындай бір сұрақ, 50-ден үлкен ба? Сол кезде, егер де сан 50-ден үлкен болса, оны сіз білесіз қой енді. Сіз айтасыз, иә деп жауап бересіз. Демек, 50-ден төмен сандардың барлығы уже автоматически ол жерде жарамсыз болып қалады. Одан кейін екінші осы жердегі сұрақ, дұрыс сұрақ қандай болу керек? Екінші дұрыс сұрақ. Қалай ойлайсыздар? Екі таңбалы сан ба? Енді 0 мен 99 болса, бұл сұрақтың қаншалықты маңызы бар? Тақ или жұп та? Дұрыс. Келесі дұрыс сұрақ, ол бұл сан либо тақ па деп қояды, либо жұп па деп қояды. Сол кезде сіз егер де ол сан тақ болса, тақ деп айтасыз, иә дейсіз, ал жұп болса, жоқ деп айтасыз. Сізде екі қана вариант бар. Ал енді бағанағы сұраққа келейікші, екі таңбалы сан ба деген. Бұл сұрақтың неге маңызы жоқ? Себебі біз оған дейін айтып қойдық, бұл сан 50-ден үлкен деп. Ал егер де ол 0 мен 99 арасында болса, онда бір таңбалы сандардың барлығы автоматты түрде жарамсыз болып қалады. Сондықтан бұл сіз үшін артық сұрақ болады. Одан кейін үшінші дұрыс сұрақ қандай болады деп ойлайсыздар? Нешеге еселі деп сұрасақ болады ма? Екіге еселі ма? Үшке? Әрине, кез келген сұрақ болады. Просто мен еселі деген санды түсінбей тұрмын, но мен ойымша ол екіге бөліне ма деген сан шығар, екіге бөлінеді, еселі дегенді бастауышта. Дұрыс айтасыз, бұл сұрақты қоюға болады, әрине болады, неге болмасқа. Дегенмен бұл жерде мынандай нәрсе бар да, ең дұрыс сұрақтардың тізбегін құрастыра білу оқушы үшін өте маңызды да. Құрметті әріптестер, өйткені екіге еселі ма деп қойсаңыз болады әрине, бірақ ол сұрақ көбінесе дұрыс вариантқа алып келуге кішкене қиынырақ жағдай жасайды. Неліктен? Себебі үшінші дұрыс сұрақ бұл жердегі, бұл сан 75-тен жоғары ма деп сұрақ қояды, немесе 75-тен төмен ба деп. Егер де бұл сұрақ 75-тен жоғары болса, демек ол мүмкін болатын сандарды тағы да екі есеге азайтып тастайды. Қараңыз, ең бірінші қараңызшы сұрақты. 50-ден жоғары ма деген кезде оқушының мақсаты қандай болды? Ровно 2-ге сандарды азайту болды. Тақ па жұп па деген білген кезде тағы да ол мүмкін болатын сандарды 2-ге азайтып тастады. Енді үшінші дұрыс сұрақ сәйкесінше тағы да 2-ге азайту ғой. Ол үшін айтады 75-тен жоғары ма, немесе 75-тен төмен ба? Егер жоғары болса, төртінші дұрыс сұрақ ол уже 87-ден жоғары ма, 87-тен төмен ба?
егер төмен болса сәйкесінше айтады тағы да 2 сөйтіп бір 6-шы қойған кезде оқушы уже дұрыс санды тауып алу керек негізінде. Ойынның негізгі логикасы осыда. Бірақ сіз Неше сұрақ береді? Бұл жерде неше сұрақ қойылуы керек? Ограничение жоқ. Прикол да өзі сода. Өйткені сіз ешқандай шек қоймайсыз оқушыға и көресіз. Бірінші топ қанша сұрақты тауып алды. Мен сізге сразу айтайын, өзім тәжірибемнен, мен даже бұны ең отборный деп айтылған ништің даже оқушылардың өзі сразу 6 подходтан тауып аламайды негізінде. Өйткені бірден бұл нәрсені ойлап, бұл нәрсенің дұрыс сұрақтарды қою негізінде қиын нәрсе. Ал енді бұл жерде еще жабық сұрақ екен да, ашық сұрақ, жабық сұрақ деп бөлеміз ғой. Еще жабық болған үшін қиындау да. Дұрыс айтасыз, иә. И сосын бұл жерде сол есептеу бар да, одан кейін ойша есептеу бар. Одан кейін қараңыз, сіз 3 топқа бөлдіңіз ғой, и көресіз, бірінші топ мысалы 12 сұрақ дегенде тауып алу мүмкін. Ал екінші топ 15 сұрақ дегенде тауып алу мүмкін. Ал үшінші топта ақылды бала болып қалуы мүмкін да, олар 6 сұрақта или 9 сұрақта тауып алу мүмкін. Жалпы мақсатыңыз осылай салыстыру болады да, оларды жарыстыру болады бір-бірімен. Ал енді негізінде рекорд бұл жерде 6-шы сұрақта уже любой санды 6-шы подходпен уже тауып алуға болады. Егер сіз оны дұрыс қоя алатын болсаңыз, ол бір. Бірақ та бұл жерде фактор тек қана ойлау емес қой. Бұл жерде тағы да басқа факторлар бар. Мысалы, коллаборация деген. Коллаборация дегеніміз не? Мысалы, қараңыз, сіз сұрақты қойғызған кезде былай қойдыңыз, кезекпен қойғызыңыз. Мысалы, бірінші топта айталық 6 оқушы бар, 6 оқушының бірінші оқушы қояды ғой сұрақты. Ал енді бірінші сұрақ қойғаннан кейін болды, ол уже сұрақ қоймайды. Екінші сұрақты екінші бала қояды. Үшінші сұрақты үшінші бала қояды. Төртінші сұрақты төртінші бала. Көрдіңіз ба, сол кезде олар не только дұрыс сұрақ қою, но и олар бір-бірін дұрыс тыңдау керек. Бір-бірін қандай сұрақ қойғанын бірінен кейін бірін қайталаққамау керек. Өйткені сондай жағдайларда болады, құрметті әріптестер, бір бала қойған сұрақты екінші балаға қояды. Прямой қайталамаса да былай қояды. Мысалы, бір бала қою мүмкін. Ағай, сан 50-ден жоғары ма дейді, сен айтасың, я дейсің, и үшінші бала где-то, ағай 50-ден төмен ма деп қояды. Сен жоқ дейсің да уже. Неге? Себебі оған дейін сен я деп жауап беріп қойғансың. Көрдіңіз ба? Осындай нәрселерді балада дамыта деген да бұл ойын. Енді бұл ойынның классикалық нұсқасы да, классикалық. Бұны сіз міндетті түрде қай пән мұғалім болмасаңыз да, міндетті түрде ойнай аласыз бұл пәнді. Ал енді осы ойынды сіз өзіңіздің пәніңізге лайықты етіп ойнайтын болсаңыз, қалай жасайсыз? Мысалы, мен физика пән мұғалімін. Мен бұл ойынды қалай ойнатамын? Мен келемді, бұған дейін бірнеше терминдар өткемін, и мен тұрамда айтам. Барлығына бәлкім карточка таратып беремін. Ол карточкаларда оқушыларда термин жазылған. И бала тұрады, олар парамен ойнайды бірмен. Сол карточкада жазылған сөзді табу үшін бір бала екінші балаға сұрақ қояды. Мысалы, егер оның ішінде Исаак Ньютон деген сөз жазылып тұрса, онда бала сұрақ қояды. Ол тірі адам ба? Ананы біліп отырған бала не істейді? Я деп жауап береді. Сосын айтады, ол ағылшын ба? Или ол француз ба? Или ол европалық ба? Или тағы қандай сұрақ қою мүмкін адам жайлы? Ол белгілі бір механика деген бөлімде бір нәрсе ашқан ба? Ол ананы істеген ба? Ол мынаны істеген ба? Сөйтіп сұрақ қойып, я жоқ. Ең түбінде ол Исаак Ньютон деген атты тауып алады. Немесе осы нәрсені кез келген терминға, мысалы, қандай да бір құрылғының атына, мысалы, резистор деген затты тапқызуға болады. Немесе қандай да бір ашылған заңдылықты тапқызуға болады деген сияқты, жалпы осы ретте қолдануға болады. Тура сол сияқты тарих пәнінде де, тіл пәндерінде де, тағы басқа пәндерде осындай әдіспен осы ойынды жүргізсеңіз болады. Бұл сізге бір ойынның түрі. Енді қазір мен сіздерге мына бір таблицаға қайтадан келгім келіп отыр. Мына жерде біз бағана айттық, осы менің мақсатымда осы 7 нәрсе бар деп. Тура осы ойынды қазір, құрметті әріптестер, сіздермен бірге 5 жұлдыз арқылы бағалайтын болсақ. Мысалы, ойлау, мышление, жалпы жаңа ойында осының алдындағы мышление болды ма? Жалпы керек па мышление? Және қажет болса, ол қандай деңгейде қажет болуы мүмкін деген, сол сияқты сіз өзіңізге осы жерде звездочкалар арқылы қойып алсаңыз болады. Мысалы, мен мысалы, мына жердегі ойында ойлау деген бар, және ол шамамен 4 жұлдызға бағалайтын едім. Өйткені шынымен де ана санды ойлап табу үшін сізде шынымен де ойыңызда есептеу болу керек, өлшеу болу керек қандай да.
тыңдалым болу керек деген сияқты. Сондықтан мен ойлау дегенге 4 балл беретін едім. Ал енді эмоция мәселесіне келетін болсақ, эмоция ондай қатты көп емес бұл жерде, себебі бала көбінесе ойланумен болады, бірақ дегенмен де эмоция бұл жерде бар, себебі бала ең соңында сол сіз іздеген санды немесе сіз жасырған сөзді тапқан кезде өте қатты қуанады. Демек, бұл жерде 2 балл шамамен беретін едім мен ойымша. Ал енді дербестік, самостоятельность. Бұл жерде қаншалықты бар? Әрбір баладан тәуелді ма бұл нәрсе? Иә, әрине. Себебі әрбір баланың ойы бұл жерде маңызды болады. То есть бұл сондай ойынның түрі емес, который бір бала бұл ойынға қатыспаса да әйтеуір өтіп кететін ондай ойынның түрі емес. Әрбір баладан қандай да бір вклад болады. Сондықтан дербестік бұл жерде бар. Шамамен 3 звездочкаға болса да бар. Ал енді өзара тәуелділік. Енді өзара тәуелділік бұл жерде өте көп. Себебі даже мен 5 жұлдызды қоятын едім. Себебі бұл ойында әрбір адамның сұрағы маңызды болады. Және әрбір адамның сұрағын тыңдау тоже маңызды болады. Мультисезімталдық. Мультисезімталдық бұл жерде енді білмеймін, жоқ сияқты. Себебі аса біреудің несіне тиіп кету, біреудің сезіміне тиіп кету, немесе тағы біреуді орысша айтқан кезде оскорблять етіп қою, ондай нәрсе бұл жерде кішкене қаупі аз. Ары қарай, көңіл көтеру. Көңіл көтеру бәлкім де бар шығар, бірақ та ондай қатты көп емес, 1 жұлдыз ғана беруге болады. Және артикуляция. Артикуляция бұл жерде өте маңызды, себебі оқушы сұрағын дұрыс жеткізе білу, оны дұрыс формулировка жасай алу өте маңызды. Енді ондай қатты көп мөлшерде болмаса да, ең кем дегенде 2 жұлдызға татырлық. Міне, примерно осылай сіз әрбір өзіңіздің қойған мақсатыңызға осындай звездочкалар алдын ала қойып алатын болсаңыз, онда сіз келесі жаттығу жасайтын кезде шамамен біліп отырасыз. Мысалы қараңыз, осы ойында бізде өзара тәуелділік өте жақсы болған болса, ойлау екеуі, ал енді мультисезімталдық пен көңіл көтеру бұл кішкене азырақ болды. Демек, сіз келесі жаттығуда не істейсіз? Келесі жаттығуда сіз уже мультисезімталдық пен көңіл көтеруді мақсат етіп қойсаңыз болады деген сөз. Түсінікті ғой, жалпы мақсатты сіз осылай қолдансаңыз болады екен. Енді тағы бір әдісті мен миды жаттықтыру әдісі деп атадық. Құрметті әріптестер, бұл да сергіту сәтінде өте маңызды әдістердің бірі болып табылады. Себебі қандай пән болмасын, мысалы тарих пәні болсын, қазақ тілі, гуманитарлық пәндер, немесе жаратылыстану пәндер болмасын, баланың миы всегда жаттығуы өте маңызды. Енді көбінесе қазақ тілі пәні мұғалімдері, гуманитар пәні мұғалімдері айтып жатады, бұл нәрсені миды жаттықтырудың бізге аса бір қажеті жоқ емес па деп. Енді сіз өзіңіз тіл пәні, гуманитар пәні болғанымен, сіздің алдыңызда отырған оқушы, ол қазақ тілі пәні оқушысы емес па, дұрыс па? Сондықтан ол жан-жақты дамып жатқан жеткіншек, жан-жақты дамып жатқан тұлға. Сондықтан миды жаттықтыруды мен ойлар едім, кез келген пәнде қолдануға болады деп. Енді бұл не нәрсе миды жаттықтыру деген? Ол қандай әдістер? Бәлкім де сіздер өз сабақтарыңызда қолданатын шығарсыздар, қолданып жүрген боларсыздар. Ал енді мен сізге 1-2 тағы да жолын көрсетіп жіберейін. Мұнда орысша тұрған себебін қазір айтамын неліктен екен. Осындай бір ойын бар, өте жақсы ойын, өз сабақтарымда қолданамын. Өте всегда жақсы өз-өзін алып шығатын ойындардың бірі. Мысалы, мұнда айтады, бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 осындай ұяшық берілген, и әрқайсының өзінің аты бар. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Енді бұл ұяшықтардың ішінде сандар жасырылған, және ол сандардың қандай екенін біз білмейміз, бірақ та ол сандардың біз белгілі бір подсказкалар арқылы тауып аламыз. Мысалы айтады, разность Е и В равна 24. Яғни, Е ұяшығы мен Б ұяшығының айырмашылығы екеуін азайтқан кезде бір-бірінен ол 24 деген санды береді. Немесе Ж деген ұяшықта бізде толық санның квадраты, қандай да бір бүтін санның квадраты берілген. Немесе В деген ұяшық ол Д және Д ұяшығының 3-тен 1-ін, Ж ұяшығының 2-ден 1-ін қамтиды деген сияқты осылай бізге подсказкалар беріп қойғанда, сіз бұны жекеше түрде оқушыларға таратып бере аласыз, немесе прям интерактив тақтадан көрсетіп, сіз сол арқылы оқушыларды ойната аласыз. Енді қазір мен сіздерден бұны сұрағым келіп отқан жоқ, өйткені көп уақыт кетеді бұған. Сіздер оқушыға бересіздер, бірақ оқушылар бұны барынша тезірек табады. Негізінде, егер
жасап көрсеңіздер, бала тезірек табады. Сондай-ақ сіз мұндағы сандардың орнына әрине өз сабағыңызға қатысты терминдерді қоя аласыз, және де сол терминдерді подсказка етіп көрсететін сөздерді, сөйлемдерді қоя аласыз. Оның да жолдарын принципе жасауға болады. Енді мысалы мына жердегі дұрыс жауабын көрсете салайық. Мысалы е мен б-ның айырмашылығы 24 деген сөз. Мына қарасаңыз, мұнда е ұяшығында 32, ал б ұяшығында 8. Демек екеуінің айырмашылығы 24 деген санды. Тура осы сияқты бала толтырып шығу керек. Түсінікті ғой, жалпы миды жаттықтыру деген аса бір қатты күрделі нәрсе емес. Бірақ та енді сізде сұрақ тууы мүмкін, осындай миды жаттықтыратын заттарды немесе тапсырмаларды қайдан алам деген. Осы жерде мен сізге бір ұсыныс жасағым келіп отыр. How to Think деген осындай кітаптар сериясы бар. Бұл өте көп сериядан тұратын кітап негізінде. Соның бірі супер тренажер для мозга. Чарльз Филлипс деген өте сондай, қазір ол тірі кісі негізі, доктор бар, именно миды зерттеумен айналысады. Ал нақты айтқан кезде жас жеткіншектердің миын дамыту, яғни қалай айтамыз, курстарымен айналысады. Сол кісінің кітабы бар, 50-ге жуық кітабы бар негізінде. Соның бір кітабы маған қатты ұнайтын, және осы кітапты мен әрдайым қолданамын. Егер де сізде бұл кітап жоқ болса, мен сізге осы курстан кейін, осы вебинардан кейін сізге осы кітаптың электронды нұсқасын сыйға бере аламын. Сол жерде сіз өте көптеген тренажерларды алып, әр сабақта біреуін серия ретінде қолданып отырсаңыз, онда сіздің кәдімгі сабағыңыздың белгілі бір сергіту сәтінің мағынасы пайда болады. Сондықтан осы нәрсені жасасаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Ары қарай кеттік. Үшінші әдіс бар. Ол зейінділікті жаттықтыру деп аталады. Ой, кешіресіздер. Так, зейінділік. Зейінділік дегеніміз ол орысша айтқан кезде внимательность қой, енді құрметті әріптестер. Внимательность өйткені бұл бағанағы миды дамыту емес, ол сияқты емес. Кейбір миды дамытудың өзі внимательностьпен байланысты, бірақ мұнда зейінділікті жаттықтыру кішкене сәл одан айырмашылығы бар. Өйткені бұл жерде бала аса бір қатты көп ойланбайды. Бұл жерде ол жаттығады былай айтқан кезде. Мысалы, миды біз бағана дамытсақ, мұнда зейінділікті жаттықтырып отырық. Енді қараңыздар, мысалы, мынандай бір ойындар бар еді. Біз бала кезімізде өте жақсы білеміз. Мысалы, осы суреттен 5 негізгі айырмашылықты тап дейді. Біз осылай беретін бізге көбінесе мұғалімдеріміз. И қара отырып анықтайсың. Мысалы, мұнда бір сүйек болса, ал екінші суретте 2 сүйек, ана жақта dog деп жазылып тұрса, ана жақта goat деп жазылып тұр деген сияқты. Мұнда иттің көзінің түсі басқа болса, ана жақта көзінің түсі басқа деген сияқты. Осындай бір айырмашылықтары бар. Ана жақта бұлттың құйрығы бар, ана жақта бұлттың құйрығы жоқ деген сияқты. Осы бұл өте оңай да, когда сіздің көз алдыңызда 2 сурет тұрған кезде 2 айырмашылық табу өте оңай. Бұл көбінесе ең начальный уровень, ең бастапқы уровень. Көбінесе бастауыш пәні мұғалімдеріне өте жақсы келеді бұл әдіс. Ал енді осы ойынның өзін шетелдік әріптестер қалай жасайды? Бұл ойынның өзін әр түрлі подходпен жасайды. Мысалы, бірінші ол сіздер мынадай бір суретті көрсетеді, осы суретті көрсетеді, и сізге прям уақыт береді. Осы суретке бір 5 минуттай қараңыз, или 10 минуттай қараңыз. Все, болды, қарап болдыңыз ба, ары қарай сабақ жалғасып кетеді. Вроде сергіту сәтті сияқты, бірақ ешқандай мағынасы болмай қалды. Кейін сабақ бітеді. Сабақ бітуіне 5 минут қалған кезде сол жаңағы сергіту сәтінің екінші бөлімі сізге мына суретті көрсетеді. Сөйтеді айтады, сіз сабақтың басында анандай суретті көрдіңіз, ал енді сабақтың соңында мына суретті қараңыз да, енді сонымен салыстыра отырып, сіз осы суреттен 5 айырмашылықты анықтаңыз дейді. Енді бұл уже үлкен балалар үшін өте тиімді әдіс, чем 2 суретті бірден қойып қойғаннан көрі. Себебі, құрметті әріптестер, ол сабақ барысында әр нәрсеге назар ауады, оның ойынан шығып кету мүмкін. Ал енді кейбір зейінді балалар, зейіні мықты балалар, олар все-таки есінде сақтап қалады. Сол арқылы сіз бұны бір рет емес, бірнеше рет көрсету арқылы осы жаттығуды жасата берген кезде баланың зейіні кішкене шоғырланып қалады екен. Бұл арқылы сіз баланың бағана айтқанымыздай зейінін сабаққа шоғырландыруға да болады екен. Ал енді мен осы бөлімге байланысты өзімнің жеке деп айтайын, авторлық бір ойынның түрлері бар, соны сіздермен қазір бөліскім келіп отыр. Жалпы мен қазір сіздерге бір презентацияны бөлісейін.
Міне мынадай бір презентация. Қазір сіздердің слайдта, экранда какой новый деген сөз шығу керек. Орысша осында шығып тұр ма екен? Чатқа плюс қойсаңыздар, егер соны көріп тұрсаңыздар. Жақсы. Енді бұл жерде ойынның жалпы аты «Я хочу зеленый флажок». Мен Астана қаласында халықаралық бакалавриат мектебінде жұмыс істеген кезде осындай бір система болатын, яғни балалар зеленый флажок жинайды. Ол үшін арнайы платформа бар. Сол платформаға бала әрбір жеткен кішкентай болсын, үлкен болсын бір жетістігіне мұғалімдер флажок беріп отырады. И сол флажок жылдың соңында ең көп кімде болады? Сол баланы әртүрлі, мысалы, сонда программалар бар еді. Мысалы, Бурабайға жіберу, немесе шетелге жіберу, немесе жыл оқушысы деген сондай бір әртүрлі номинациялар болады деген сияқты. Соған өзінің пайдасын тигізеді. Жалпы сіздердің де мектептеріңізге осы нәрсені жасаса болады. Енді қараңыздар, құрметті әріптестер, мына ойында мен сол зеленый флажок программасы үшін арнайы жасаған болатынмын. Ойынның мақсаты былай. Балаға сабақ басталмас бұрын, где-то 5 минуттай ойнатуға болады. Балаға осы таблицаны көрсетесіз. Сөйтесіз де айтасыз, қазір қай ұяшықтан көк түсті көріп тұрсыз. И бұл жерде М4 деген ұяшықта, яғни міне М деген ұяшық, және 4 деген ұяшықта бізде көк түсті ұяшық, түсі көк түсті. Хорошо, жаттап алдың ғой? Я жаттап алдым. Молодец. Бұл левел 1, ең оңай левел. И екінші левелға өтесіз. Екінші левелға өтпес бұрын қарасаңыз, ана көк түс жоғалып кетеді. И қайтадан пайда болған кезде жаңа жерден, ал нақты айтқан кезде Е9 деген ұяшықтан бізде көк түс пайда болды. Яғни бағанағы М4 деген өз орнында тұр, және де Е9-дан жаңа бір көк ұяшық пайда болды. Енді сіз баладан сұрайсыз, қай жерден жаңа ұяшық пайда болды? Бала айтады, Е9. Хорошо, молодец. Бұл екінші левел, өте оңай, Хорошо. Ары қарай үшінші левелға кетеміз. Үшінші левелда уже П9 деген, то есть жаңа ұяшық сол жерден пайда болды. Вроде оңай, бала үшін, бала да айтады сізге, ой, оңай ғой ағай деген. И ары қарай кеттік уже. Төртінші левел. Сіз уже тез істейсіз ғой, мен сіздерге қазір жай істеп отырмын ғой, сөйлесіп отырып ше. Сіз тез істеген кезде ана баланың көзі қарап отырып үлгермей қалады негізінде. Мысалы, төртіншісі П6 деген жерден шықты. Бесіншісі қай жерден шықты? С2 дегеннен шықты. Алтыншысы А7 дегеннен шықты. Мына, уже примерно 7, 8, 10-нан ары қарай бала уже білмейді қай жақтан шыққан. Мысалы, қараңызшы, соңғы 7-ші левелда қайсынан шықты? П8-ден ба, П9-дан ба? Егер мен осыған дейін П9 деген сөзді айтып қоймағанда, сіз бәлкім екеуін шатастырып алуыңыз мүмкін еді. Себебі екеуі прям рядом тұр да, бір-бірінен. И бала осы нәрсені есінде сақтап отыру керек, әр айтқан нәрсе. Ал енді давайте настоящий ойнап көрейік. Қазір біз 8-ші левелға өтеміз, ал сіздер чатқа жазыңыздар. Қай ұяшықтан жаңа свет пайда болды? Чатқа жазсаңыздар, құрметті әріптестер. Дұрыс, R2. R2. Хорошо, ары қарай кеттік. Тағы да көрейік. Ал енді қай жерден пайда болды? Чаттан жазып жүрсеңіздер. Дұрыс, G5. Дұрыс айтасыздар. Тағы да. Енді қай жерден пайда болды? Q6. Жақсы, құрметті әріптестер, жалпы сіздер түсіндіңіздер негіз мағынасын. Тура осылай кете береді. Негізінде 25 уровень бар. Бірақ менің өзімнің тәжірибемде 25 уровеньнің барлығынан өткен оқушыны мен әлі көрген жоқпын. Себебі қазір осылай кете береді. Сіздер үшін бір где-то 15 левел оңай болуы мүмкін. Бірақ та уже где-то 20-шы левелға жеткен кезде сіз білмейсіз уже. Прям көз барлығын жаттап алуы өте қиын болып қалады. Сондықтан осы ойынды сіздер әрбір кезде ойнатып отырсаңыздар болады. Оқушы үшін бұл өте оңай. Енді бізде мұнда сұрақ болған екен, бұл ойынды қалай жасаймыз деген. Құрметті әріптестер, осы вебинар біткеннен кейін мен сіздерге осы презентациямды беремін, тегін алып өздеріңіздің сабақтарыңызда қолдана берсеңіздер болады. Ал мен сіздерге өзімнің тағы бір авторлық презентациямды көрсетейін, тоже сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ойын сосчитай их деп аталады, яғни оларды сана деген сөз. Сіздерге бәлкім қазір көріп тұрған болар. Бұл да сол зеленый флажок программасының шеңберінде жасаған болатынмын.
жалпы ойын былай, бірінші левел, міне ең оңай левел, сізге 3 осындай квадрат көрінеді, 4 осындай үшеу көрінеді. Сіз осыны санап алу керексіз. Бірінші левел өте оңай, бала санап алады, и сіз айтасыз, осы жерде қанша жаңа фигура көрдіңіз. Бала айтады, 3 фигура көрдім. Хорошо, дұрыс жауап 3 фигура болды. Ары қарай кеттік. Екінші левел, байқасаңыздар, мен ауыстырған жоқпын негізі. Мен бір рет қана бастым. Өзі презентацияда секундомер орнатылған, 1 секунд көрсетеді. 1 секундта бала көреді да, сол жерде есін сақтап қалады да, и болды, санап алады. И мына жерде мысалы қанша фигура көрді. Бала айтады, 5 фигура көрдім дейді, и дұрыс жауап 5 фигура. Үшінші левел. Уже ары қарай байқағандарыңыздай ол көбейе береді. И балаға сәйкесінше ол санау қиындай түседі. Мысалы, үшінші левелда уже 8 сан болды. Ары қарай, қазір енді сіздер мұқият болыңыздар, мен сіздерге 4-ші левелді көрсетем, ал сіздер соны жаттап алуға тырыссаңыздар. Вот. Мына жерде қарасаңыз, чатқа жазсаңыздар, қанша фигураны көрдіңіздер. 9 и 9 плюс дейді. Жақсы. Дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауабы 9 болатын. Енді қараңыздар, сізде сұрақ туы мүмкін да, ары қарай мысалы 15 фигура болған кезде или 20 фигура болған кезде бала қалай оның бәрін 1 секундта санап алады дейді. Бұл жерде баланың басқа бір памяти дамып жатады. Ол зрительский память деген болады. Яғни бала оны көрген кезде, мына слайдты көрген кезде, ол 1, 2, 3, 4 деп санамайды уже. Баланың уже көзбен суретке түсіріп алады да ол сразу. И соны өзінің көз алдында елестетіп отырып, одан кейін барып санап алады. То есть балада осындай бір қабілет дамытуыңыз мүмкін да. Сондықтан бұл ойынның осы нәрседе пайдасы бар. Ары қарай қиындай береді. Мысалы, мына левелді қарасаңыз, бұл жерде оған дейін барлығы 4 бұрышты фигура болса, одан кейін уже ромб тәріздес фигуралар шыға бастайды. Одан кейінгіде уже я не знаю, жұлдыз пайда болуы мүмкін, көрейікші. Одан кейін домалақ пайда болуы мүмкін. Ол баланың зрительский памятіне, яғни көз алдында сақтап алуына өте қиын болады да, қойып. Сондықтан осындай ойынды сіз каждый раз жасатып отыратын болсаңыз, балада осындай зрительский памяти дамып отыруы мүмкін. Не важно, сіз қандай сабақ өтіп жатсыз, қандай пән өтіп жатсыз, оған қарамайды. Әрбір пәнге, мен ойлаймын, зрительский память өте қажет. Қалай ойлайсыздар, сіздерге осы презентация қажет па, сіздерге пайдасы тиеді ма сіздің сабағыңыз үшін? Күшті екен. Қашықтықтан ойнатуға да болатын сияқты, да? Дұрыс айтасыз, қашықтықтан ойнатуға да болады, бірақ та мүмкін болса, енді Құдай сақтасын, сентябрьде біз аман-есен балалармен жүздесейік, себебі қашықтан оқыту. Сентябрьге дайындалың деп жатыр ғой, сондай қашықтықтан болады. Ол бірақ дайындалыңдар деген енді алып қашпа әңгіме ғой, көбінесе әлі министерство тарапынан келген жоқ ондай хабар. Сондықтан біз асығыс шешім қабылдамайық, но мен өз басым тілеймін, чтобы барлығы аман-есен бітіп, сентябрьде балалармен жолықсақ. Сол кезде сізге көптеген осындай ойындарды қолдана аласыз. Енді жақсы түсінікті ғой. Негізі мұндай ойындар көп. Менде тура осы шеңберде жасаған бір 4-5 презентация бар. Бәрін сіздерге жіберем. Әрине уақыт болғанда әрі бірін ойнатып отыруға болатын еді қазір. Сондықтан ары қарай жылжи берейік. Так, сонымен біз қай әдіске келдік? Біз зейінділікті жаттықтыру деген әдіске келдік. Жақсы, ары қарай жылжиық. Мынаны көрдік. Келесі ол коллаборацияны арттыру. Енді мына жерде бізде жаңа термин пайда болған сияқты, коллаборация деген. Жалпы қалай ойлайсыздар, коллаборация дегеніміз не? Және сіздер оны сабағыңызда қалай көбінесе жүзеге асырасыздар? Жалпы бірінші давайте коллаборация дегеннің анықтамасын беріп алайықшы. Чатқа жазсаңыздар болады, немесе тікелей микрофонға айтсаңыздар болады. Мына жерде коллаборация болу керек, по-моему.
кешіресіздер. Бәсе, что-то бір нәрсе не то. Коллаборация. Ладно, не важно. Жалпы сонымен чатты бір қарап көрейік. Біліммен бөлісу ортақ мақсатты қол жеткізу. Дұрыс. Яғни бұл жердегі негізгі кілт сөз ол ортақ мақсатқа қол жеткізе білуді үйреткізу оқушыларға. Енді бұл сергіту сәті көбінесе қай кезде жасалынады? Өтірік емес, көбінесе сабақ кезінде оқушылардың қандай сабақтан келгені өте маңызды, құрметті әріптестер. Өйткені сондай бір кездер болады, сіз бір нәрсені жасатқыңыз келеді, бірақ балалар уже сіздің сабағыңызға бір-бірімен ұрысып кірген да. Яғни бір-бірімен, енді бала болғаннан кейін болады ғой, бір-бірін жаңағыдай ренжітіп қояды, бір-бірін мазақтап қояды, бір-бірімен төбелесіп қалуы мүмкін, ұрысып қалуы мүмкін, әсіресе қыздар мен ұлдар бір-бірімен деген сияқты. Осындай жағдайлар көп болады да негізінде. И сіз ештеңе істемесеңіз де, ол нәрсе сіздің сабағыңызға кері әсері тиюі мүмкін. Сондықтан иногда сізге осы бірлесіп жұмыс жасауды дамытуға, немесе сол нәрсені орнатуға тура келген кезде сіз осы ойынды ойнатып жүрсеңіз болады. Яғни мен айтпаймын, что бұл ойынды сіз арнайы, прям дайындалып, қазір мен осы ойынды жасатам деп емес, вот қажет болып қалған жағдайда, есіңізде тұрса, сразу ойнатып жүрсеңіз, бұл нәрсенің шынымен де өзінің реакциясын береді, өзінің күшін көрсете алатын бір ойынды көрсетейін сіздерге. Бәлкім де білетін шығарсыздар, өйткені бұл ондай бір қатты жаңа бір технология емес. Сондықтан давайте айтып көрейін. Жалпы былай болады. Оқушылар 1-ден 10-ға дейін реттілікпен санау керек. То есть міне сыныбыңызда отыр, допустим, 20 бала отыр алдыңызда, и балалар 1-ден 10-ға дейін санау керек. 20 баланың барлығы, причем, то есть 1-ден 10-ға дейін санау керек. Енді оның қандай қиыншылығы бар деген сұрақ туады да сізде. Себебі екінші пункт бар бұл жерде. Әрбір оқушы кез келген санды айтуға құқылы. Әрбір оқушы кез келген санды айтуға құқылы. Мысалы, Айдос деген бала 1 деген санды айта алады, или Мадина деген қыз, ол да 1 деген санды айта алады. Немесе Жандос деген 3-ші бала, ол да 1 деген санды айта алады. Бірақ, егер де осы Мадина мен Айдос екеуі бір уақытта 1 деп айтып қалса, яғни бір санды екі оқушы 1 де айтып қалса, онда тізбек үзіледі, яғни қайттан басынан басталу керек. Сізге керек, чтобы бір санды тек бір адам ғана айтқаны. Причем ол не важно кім екені, әйтеуір бір звук шықса болды сыныптан. Түсінікті ғой? Мысалы, Айдос айтады 1 дейді, и Мадина айтады 2 дейді, ана жақтан партаның ең сонда отырған Жандос айтады 3 дейді, алдында отырған тағы бір бала Мақсат 4 дейді. Бір қарағанда өте оңай сияқты да, бірақ шын мәнінде, құрметті әріптестер, бұл на самом деле өте қиын ой. Неге? Себебі балалар, олар барлығы бір-бірін тыңдамайды негізінде. Ешкім тыңдағысы келмейді. Сөйтеді, 1 деген саны примерно 10 рет қайталайды, содан кейін барып әйтеуір смириться етеді, 1 дегенді тек бір адам айтып бастайды. Содан кейін 2, содан кейін 3, шатасып қалады, күледі, көңіл көтереді. Жалпы ойынның соңында, когда шынымен де ешкім қайталамай, еш уақытта бірдей уақытта айтып қалмай, осы тізбек соңына дейін жеткен кезде, ол кезде прям сыныпта сондай бір кішкене бірлік пайда болады. Мен айтпаймын, прям колоссально өзгеріп кетеді барлығы деп, но кішкентай болса да осы сіздің сабағыңыздың қызықты өтуіне, әрі оқушылардың сәлде болсын коллаборациясын дамытуға бұл ойынның әсері бар. Бұндай ойындар өте көп, негізінде бұл сізге бір мысал ретінде. Жалпы бұл ойын сізге түсінікті болды ма? Және ұнады ма? Жақсы, рахмет. Бұл ойынды да міндетті түрде ойнатып көріңіз. Сіздің қандай пәннен сабақ беретініңіз маңызды емес, кез келген пәнде бұл ойын жақсы жүзеге асады. Енді коллаборация қай жерде деп айтатын болсақ, коллаборация бұл жерде мұнда. Яғни 10-ға дейін санау, ол негізгі продукт. 10-ға дейін санау негізгі продукт. Ал енді осы 10-ға дейін санау үшін, бір адамдар, яғни сыныптағы оқушылар бір-біріне көмектесті. Яғни ортақ бір
нәтижеге жету үшін бір-біріне көмектесті. Қалай көмектесті? Мысалы, 1 деген санды неге 20 оқушыда айта алатын еді да, бірақ бір адам айтқан үшін қалған 19 адам оған кедергі жасамай көмектесіп тұрды да. Тура солай, мысалы, 2 деген санды қалған 19 адам айта алатын еді, бірақ 19 адам емес, 18-і тыныш отырып, тағы екінші адам айтты. Тура осылай айтып келді да, 10 адам ішіндегі мүлде сөйлеген жоқ та негізінде. 10 адам мүлде сөйлеген жоқ, 10 адам айту үшін, чтобы барлығы бір нәтижеге қол жеткізу үшін. Құрметті әріптестер, коллаборация деген осы нәрсе. Ары қарай сіз уже коллаборацияны басқаша да сабағыңызда қолдана бересіз деген ойдамын. Ары қарай кеттік. 5-ші әдіс ол тыңдалымды дамыту. Тыңдалымды дамыту енді бұл жерде кішкене банально болуы мүмкін. Мынадай бір ойын бар, угадай мелодию деген. Бәлкім естіген боларсыздар, естімеген боларсыздар. Естіген болсаңыздар, чатқа плюс қойып жіберіңіздер. Жалпы бұл негізінде передача ғой, құрметті әріптестер. Угадай мелодию деген осы Евразийский каналдан ба, или тағы бір каналдан қайсысынан беретін білмеймін, бір передача. Но бірақ кейіннен осы термин угадай мелодию уже неге айналып кетті да, қалай айтамыз? Педагогикада да методикаға айналып кетті да. Сондықтан, құрметті әріптестер, қазір мен сіздерге айтайын, ол угадай мелодию деген сөз, яғни белгілі бір музыка қойылады, және де оқушылар сол музыканың қандай екенін табу керек. Енді осы жерде 3 түрлі жолы барды. Біріншісі кавер деген бар, яғни кавер дегеніміз ағылшын тілінен аударған кезде, кстати, мен мына жерде ертірақ бітіріп жіберіппін ғой қазір. Так, міне, бірінші ол кавер деген әдіс бар. Яғни сіз пианиномен, мысалы, бір өлең бар, танымал ән, сол танымал әннің пианинодағы нұсқасын, немесе гитарамен қойылған нұсқасын, немесе домбырамен, қазақша болса, көп тағы да фортепиано бар, скрипка бар, әртүрлі инструментпен ойналған жолын көрсете аласыз. Бірінші, осы кавер деп аталады. А бала соны тыңдап отыру арқылы таба алады өлеңді. Екіншісі бар separation деп аталады, немесе разделение дейді. Яғни сіз бір уақытта 2 музыканы қойып қойыласыз. Бір уақытта 2 музыканы қоясыз. Бәлкім ол танымал болуы мүмкін, әрине оқушылар үшін танымал болған дұрыс болады. Оқушылардың жас ерекшелігінде ескеріңіздер. И сол екеуінен ең кем дегенде біреуін табу керек. Или хотя бы екеуін тапса, онда вообще күшті, енді өзіңіз шарттарын ары қарай қоя бересіз. Ары қарай үшіншісі саундтрек деген бар. Саундтрек деген сөз, яғни ол белгілі бір фильмдерде, немесе мультфильмдерде қойылатын ән. Сондықтан сіз ол жерде уже әнді емес, сіз ол жерде қайсы фильмде болған. Мысалы, бір әнді қоясыз да, осы ән қандай фильмде болған. Немесе осы әнмен қандай фильм ассоциациясы болады. Осы нәрсені сұрақ қойсаңыз болады. Енді қазір мен сіздерге пример ретінде көрсетейін. Қазір мен сіздерге қазір естіліп отыр ма екен? Сіздерге естіліп отыр ма звук? Так, естіліп отқан жоқ? Хорошо, қазір. Вот енді естілу керек, по идее. Енді қазір сіздерге пиано кавер болады. Сіздер сол пиано каверді қандай өлең екенін табу керексіздер. Әрине мен жас ерекшеліктерін ескеріп отырмын. Какой-то бір молодежный өлең қойып жатқан жоқпын. Тоже танымал, яғни 90-шы жылдары шығар деп ойлаймын, сол жылдары болған әндер. Қазақша еще. Барады ма? Ау? Қысқа
құстарға айтып барады. Иә, Нұрғиса Тілендиевтің әні, құстар әні деп айта алады. Иә, то есть қиын емес, иә, пианомен табу. Енді тура осыны мысалы гитарамен қойған кезде сізде уже сәл басқаша қиындау болып қалуы мүмкін да, құрметті әріптестер. Сондай етіп қойсаңыздар болады. Ал енді тағы біреуін қояйын, сіздерге более молодежный болады, бірақ та ол, хорошо. Ешкім білмейтін сияқты ғой, что-то ешкім жауап бермейді ғой. Таныс, бірақ таба алмадым. Иә, бұл ән негізінде жаңа ән, яғни осы жастардың тыңдайтыны, Қайрат Нұртас деген әншінің әні, аңсайды жаным деп аталады. Ладно, не важно, ол мәселе ода емес. Жалпы мен көрсеткім келген нәрсе, енді егерде осы екі ән бірдей жүріп атса, қалай болады екен? И вообще мүмкін ба осы нәрсені табу, соны бір тексеріп көрсеңіздер өздеріңіз. Яғни сіздер бір ән болды, оны сіздер білмедіңіздер. Екінші ән болды, оны сіздер білдіңіздер. Ал енді сол өзіңіздің білетін әніңізді ненің арасынан тауып алу қаншалықты сізге, яғни қиын болды. Мәселе осыда ғой, негізі тексеріп көргіңіз келіп жатқан нәрсе осыда. Сондықтан сіз егер де угадай мелодия ойын ойнайтын болсаңыз, осындай бір әдістерді жасап көрсеңіз болады оқушыға. Енді сізде сұрақ туы мүмкін да, мен ондай пиано каверларды қайдан аламын деген. Ең бірінші, әрине сіз бағана айттық, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеріңіз, оны зерттеңіз, оқушыдан сұраңыз, сіздердің примерно тыңдайтын өлеңдеріңіз қандай? То есть жазып алыңыз өзіңізге, там осындай шетелдік өлеңдер болуы мүмкін, ол қазақстандық әндер болуы мүмкін. И қазіргі таңда YouTube арнасы болсын, немесе интернетте өте көп, мен сіздерге сілтемелермен бөлсем, арнайы пиано кавер жасайтын платформалар бар, арнайы жасалып қойған уже. Яғни сізге только әннің атын жазу керек, болды, басқа ештеңе керек емес. Сізге соның пиано версиясын шығарып қояды, кавер версиясын. И сіз не істейсіз, сол өлеңдердің бәрін теріп аласыз да, и айтасыз, балалар, қазір біз сіздермен мына сергіту сәтінде осындай ойын ойнаймыз, и аласыз да бір әнді қоясыз, табады, окей, екінші әнді қоясыз, табасыз, окей. Ал үшіншісінде 3 пен 4-ті сіз екеуін біріктіріп жібересіз, и көресіз, таба ала ма, таба алмай ма. Енді бұл жерде былай болады да, бағанағы сияқты сіз бүйтсеңіз де болады. Бір әнді ескі, который жас ерекшелігіне сәйкес келмейді, бір әнді жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Осылай беріп қоясыз да, и арасынан бала өзіне керек звукты тауып ала ма, тауып аламай ма. Осы нәрсені сіз балаға тексеріп көрсеңіз болады. Бірінші жасаған күні ол сізге қиын болуы мүмкін, алғашқы 10 минутта қиын болуы мүмкін, бірақ көп тыңдаған кезде сіз бәрібір ана ішіндегі песняны тауып аласыз, өзіңізге керек әнді тауып аласыз. Вот мынау жаңағы активитетті егер қаласаңыздар қайттан қояйын, бірақ сіздер примерно бір 30 секундта примерно уже сіздерде картина пайда болады. Примерно осылай, құрметті әріптестер, жалпы жаттығудың мағынасын түсініңіздер деп ойлаймын. Осылай жасасаңыздар, онда балаларға ол қызығырақ болады. Енді, құрметті әріптестер, бұл жерде бұндай жаттығулар жасаған кезде, әрине, мынау сериясымен, то есть бірінен кейін бірін жасағаннан өте абайлау керек, себебі оқушылар қазіргі таңда білесіздер, олар баяғыдай емес, бұрынғыдай сіздердің кезіңіздегі, біздің кезіміздегі емес, олар тез жалығады. Сондықтан сізде неғұрлым көп осындай құрал болған сайын сізде соғұрлым көп, яғни оқушыларда, яғни трендте боласы. Сондықтан қазір не істейміз? Осымен біздің вебинарымыз негізінде өзінің уақытына жақындап келе жатыр. Ал енді мен сіздерге
үй тапсырмасын көрсетіп жіберейін. Сонымен біздің сабағымыз шамамен аяқталады. Так. Так, қазір бір секунд. Экран. Так, мына сіздерде қазір Google Forms тұру керек, үй тапсырмасы деген. Осы жерде сіздер не істеу керексіздер? Сергіту сәтіне қолдануға болатын бір әдіс атауын жазу керексіздер. Өздеріңіз қолданып жүрген. Бүгінгі көрсетілгендер болса да болады, олар болмаса да болады. Өйткені сіздің сабағыңызда да мен сенімдімін, өте көптеген әдістер бар. Одан кейін сол жаттығуды шамамен 50-70 сөзде бір сипаттап жіберіңіз. Қалай жасайсыз, қалай неден кейін не жасалынады деген сияқты. Одан кейін ең маңыздысы, құрметті әріптестер, ол мұндағы жаттығуды жасау мақсаттарын көрсету. Яғни, маған қажет нәрсе, сіз осы нәрсені қандай мақсатқа жатқызатын едіңіз. Бұл арқылы сіз енді бұған дейін ойланбаған болсаңыз, енді ойланып көріңіз. Бұл арқылы сіз қандай дағдыларды дамытасыз? Ойлауды ма, эмоцияны ма, дербестік па, өзара тәуелділік па деген сияқты. Және де мен тағы да мұнда другое деген батырманы қойдым. Ол жерге сіз бұл жерде жоқ басқа бір дағды болса, сол жерге жазсаңыз да болады. Біз өте қуанышты боламыз. Және де ең соңғы жаттығудың ерекшеліктері қандай? Ерекшелік қандай? Яғни бұл арқылы сіз нені арттырдыңыз? Сыныпта қозғалыс жасадыңыз ба, топтық жұмыс жасадыңыз ба, жеке жұмыс жасадыңыз ба, тыңдау жасадыңыз ба, оқу жасадыңыз ба, жазу, бақылау, немесе тағы басқа. Құрметті әріптестер, жалпы осы ғана өте аз жасалынады. Үй тапсырмасына ары кеткен кезде бір 15 минут уақыттарыңыз кетуі мүмкін. Сондықтан келесі сабақта біз осы нәрсені кішігірім талқылап өтетін боламыз. Жақсы. Осымен біздің бүгінгі, құрметті әріптестер, вебинарымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, қазір қойсаңыздар болады. Мен қолымнан келгенше жауап берем. Презентацияны, мен сіздерге жіберем, барлығын Google дискқа салып, әдемілеп жіберем. Кітаптарды, немесе тағы басқа сілтемелерді. Егер кейбіреуін ұмытып қалсам, маған айтыңыздар, мен сіздерге жіберем. Вебинар сіздерге ұнады деген ойдамын. Қолымнан келгенше бөлісуге тырыстым. Алдағы уақытта осы вебинардың еще жалғасы болады бізде. 25 әдіс болса, одан кейінгі тағы 25 әдіс деген сияқты солай бөліп барлығына қатыссаңыздар, сіздерде өте көптеген методикалар болады. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, құрметті әріптестер, келесі кездескенше, келесі вебинарымыз әдеттегідей через ден болады, яғни 1 шілдеде өткіземіз. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Сентябрьде, Құдай қаласа, мектепте аман есен жүздесе берейік.